Әлем бойынша тек бізде ғана кездесетін біз үшін қасиетті жануар. Таныс болыңыздар, үстірт арқары. Ovis Wignell Argal. Бұл ғылыми атауы. Жергілікті халық оны ата арқар деп атап кеткен. Үстірт пен Маңғыстаудың құз жартасында мекендейтін бұл жануар әлем бойынша ең сирек кездесетін арқар түрі. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында үстірт арқарының саны 10 мыңға жуық болған. Қазіргі таңда үстірт арқарының 3500 ғана басы тіркелген. Сондықтан үстірт арқары Қазақстанның қызыл кітабына енген жануар. Қараңызшы қандай әдемі көрініс. Аңда қорықпайды, адамда үркітпей тұр. Мәдениет дейтін осы ағайын. Санамыз қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігіміз әрдайым осындай деңгейде болсын. Бұл табиғат пен адамның өзара сенімі қалыптасқан сирек көрініс. Үстірт арқары біздің ұлттық құндылығымыз. Оны сақтау табиғатқа деген құрметтің, ұрпақ алдындағы жауапкершіліктің көрінісі. Әр жануар экожүйенің бір тетігі. Арқар жоғалса, табиғи тепе-теңдік бұзылады. Сондықтан бұл іске қоғам болып атсалысу маңызды. Болашақ ұрпаққа саф күйінде жететін байтақ дала мен оның иелерін сақтау бәрімізге жүктелген аманат.